Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы киіз үй, ғажап сәулет туындысы. Біздің өтіп жатқан бөліміміз қазір сәулет өнері болғандықтан, қазақтың киіз үйі де ғажап сәулет туындысына жататындығына бүгінгі сабақта көз жеткізуіміз қажет. Сабақ бойынша мақсатымыз көпшілікке арналған мақаланың құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық ерекшелігін талдау. Екінші мақсатымыз оқылым және тыңдалым материалы бойынша конспектілеудің әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу. Біз осы сабақта қосжазба күнделігі, атаулар туралы 3 сұрақ, мақала жазу, конспектілеу әдістері арқылы өз мақсатымызға жете аламыз. Ең бірінші тапсырма бізде тыңдалым ресурсы киіз үй құрылымы атты аудио мәтін. Ол аудио мәтіннің ссылкасы сіздерге беріліп тұр. Осы аудио мәтіндегі мәтінді тыңдап, мәтінде кездескен 3 термин бойынша жауап беріңіздер. Бірінші тапсырма. Атаулар туралы 3 сұрақ. Мәтінде кездескен шаңырақ, кереге, табалдырық деген 3 атау бар. Осы 3 атау бойынша төмендегі сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бірінші сұрақ. Бұл терминдерді бұрын қайда кездестіріп едің? Екінші сұрақ. Өз тәжірибелеріңде осы атауларды қалай қолданасыңдар? Үшінші сұрақ. Осы сабақта бұл атаулар қандай қолданыста болады деп ойлайсыңдар? Осы 3 сұраққа жауапты сіздер өздеріңіздің дәптерлеріңізге жазуларыңызға болады. Екінші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша қосжазба күнделігі әдісі бойынша түсінік беру. Берілген киіз үй атауларына түсіндірме комментарий жазасыздар. Кесте арқылы сіздердің комментарий берулеріңіз сіздерді тыңдалған мәтін бойынша конспекті жасауға жетелейді. Яғни сіздер нақты керекті дүниелерді түсіндірме комментарий жасау арқылы өздеріңіз болашақта конспекті жазуды, яғни нақты ойды жазып алуды үйренесіздер. Абылайша немесе жолым үй, отау үй, ақ тағыр, алтын орда, алтын үзік орда, ақ ала орда. Осы киіз атауларын туралы қандай түсініктеме, яғни комментарий берер едіңіздер. Берілген атауларға түсініктемелерді жан-жақты интернет ресурстардан іздеулеріңізге болады. Келесі тапсырма бізде үйге тапсырма. Үйге тапсырма 2 тапсырманың бірін таңдап орындау керек. Бұл 10-шы сыныптағы жаратылыстану және математика бағыты қазақ тілінде 125-ші бетте берілген 7-ші тапсырма. Бірінші тапсырма. Қазақстанның сәулет өнері және киіз үй тақырыбында 150-170 сөзден тұратын мақала жазу. Екінші тапсырма. Оқулықта берілген сұрақтар бойынша киіз үй жабдықтарын жазып шығу. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Бірінші тапсырма бойынша берілген мақала жазуда сіздер ең бірінші мақала дегеніміз не, осыған көңіл аударуларыңыз керек, және мақаланы қалай жазу керек әдістерін мен сіздерге ұсынамын. Мақала қоғамдық әлеуметтік мәселелері туралы жазылған публицистикалық жанрдағы шығарма. Мақала жазудағы негізгі әдістермен таныс болыңыз. Яғни бірінші мақаланың тақырыбын нақтылаңыз. Бізге мақаланың тақырыбы сіздерге берілген. Екінші, міндетті түрде тақырып қойыңыз. Бұл жерде тақырып сіздерге тағы да беріліп тұр. Енді мақалаңыздың негізгі фактілерін белгілеңіз. Әр сөздеріңізге фактқа, ой, мағынаға бір абзацтан арнаңыз. Мақаланың құрылымы жайлы ұмытпаңыз. Яғни сіздің мақалаңызда кіріспе болу керек, негізгі бөлім болу керек және қорытынды болу керек. Мәтіннен бос сөздерді алып тастаңыз. Яғни бос сөздер деп отырғанымыз қайталама сөздері болады. Бір ойды екінші ой қайталап тұрады. Мінекей осындай сөздерден аулақ болғаныңыз жөн. Мақаланы жазып болғаннан кейін өзіңіз дауыстап оқып шығыңыз. Сонда сіз одан стилистикалық қателер немесе кеткен сөздерден кеткен, қайталаулардан кеткен қателерді
алып тастайсыз да орнын синоним сөздермен толықтыраңыз. Міне осылай сіздің мақалаңыз дайын болады. Басты ережені ұмытпаңыз, мақала жазудың шебері болу үшін күнделікті мақала жазып жүрген абзал. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Егер де құрметті оқушылар, сабақ туралы пікірлерің мен түсінбеген сұрақтарың болса, хабарлама арқылы жіберулеріңізге болады. Сау болыңыздар.